Сәлем достар, сіздерге бүгін керемет күшті бір лайфхакпен бөлісейін деп тұрмын. Бұл жалпы мынау өмірдің заңдылығы жайлы айтқым келіп тұр. Негізі Алланың өзінің бір заңдылығы бар. Сол заңдылықты біз ұстанып, өмірімізге қолдансақ, біздің өмірімізде ешқандай қиындық болмайды. Қалай мен осы заңдылықты түсініп бастадым, санам қабылдап, сол нәрсені өміріме қолданып бастаған кезде, менің өмірімде сондай керемет жеңілдіктер болды. Сол нәрсені сіздерге де бөліскім келіп тұр. Алла қаласа бүгіннен бастап, осы өмірдің заңдылығын қолданып бастасаңыздар, міндетті түрде өзіңіздің ойлаған арманыңызға, мақсатыңызға жеңіл өмір сүретін боласыздар. Қазір сіздерге соны түсіндіремін. Сіздер мына жерде мынандай дәптерді аласыздар, дәптерді ортасынан сызасыздар. Енді мына жерде мен ең бірінші Алла деп жаздым, одан кейін ата-ана, одан кейін күйеуіміз, одан кейін мен өзім, бала-шаға, жұмыс, достар деп жаздық, Енді сіздер Алла қаласа, енді бұл жалпы мынау адамның мынау өмірдегі күнделікті тіршілікте өмір сүріп жатқан, мысалы мен өзімді алайын, өмір сүріп жатырмын. Ең бірінші мен бұрын қандай адам болса да, біз бірінші Алланы бірінші орынға қоямыз, Бірақ та ең бірінші мына жерде енді психология бойынша айтқым келіп тұр сіздерге. Мына жерде ең бірінші орында мен тұруым керек екен. Мына өмірдегі ең құнды жаратылыс, адам, яғни адам өзі болу керек. Жалпы мен өзімді қашан қабылдаған кезде, өзімнің өмірімді сүріп бастаған кезде, мен шынайы бақытты болатын боламын шынайы өмірді сүріп бастайтын боламын. Сол үшін қыздар, көп адамның қателігі, біз әсіресе біздің қоғамда көп адамдар, мысалы әсіресе әйел адамдардың өмірінде өзі жоқ. Біресе бірінші орында күйеуі тұрады, не болмаса бірінші орында баласы, бірінші орында ата-анасы тұрады. Сол себепті ең бірінші орында біз өзіміз тұру керек екенбіз. Екінші орында күйеуі тұру керек екен. Ең алғаш жасаған кезде мен өзім 6-шы орында тұрдым. Ал қазір тәжірибе жүзінде көп адамдарға мынау мастер-класста болсын, марафондарымда осы практиканы көп әйелдерге жасаған кезде, көп әйелдердің сатысы мына 5-6 орында тұрады. Бірінші, екінші орында тұрған адамды мен шыны керек көрген емеспін. Сол себепті біздің мына өмірдің заңдылығында реттелмей жатқаны содан. Бірінші орында мен, екінші орында күйеу. Не себепті күйеу тұру керек? Яғни әйел адамның, Алланың жаратылысы, яғни көбінесе мынау күйеуінің разылығын алған әйел ғана жұмаққа кіреді дейді ғой. Сол себепті біз екінші орында күйеуімізді қою керекпіз. Біздің өмір бақи, яғни біз өмір сүргеннен кейін, яғни ата-анамыздың, өзіміздің кішкентай кездегі үйімізден кеткеннен кейін жолдасымызға қызмет жасаймыз, Яғни осы күйеуді біз екінші орынға қоюымыз керек. Баланың өмірі өзінің орнымен, ата-ананың өмірі өзінің өмірімен, содан кейін үшінші орынға бала-шағаны қоюымыз керек екен. Яғни бала-шаға. Яғни Алла бізге бала-шағаны аманаттап берді. Біз осы үшінші орында бала-шағаны қоюымыз керек екен. Бұл өмірдің заңдылығы осылай екен, қыздар. Психология ғылымында осы сала бойынша осы міндетті атқарсаңыз, міндетті түрде өміріңіз реттеліп бастайды. Мен енді өзім карьера жасап кеш тұрмысқа шықтым. Мен енді жаңағыдай қатты балажан болдым да, көп уайымдай беретін балаларымды. Қалай мен балаларымды уайымдай бердім. Мысалы, балабақшаға болсын апарылды кезінде де қатты уайымдап жүрдім. Сондай кезде жаңағыдай балаларым ауыра берді. Не себепті мен балаларым көп ауыра берді деген кезде, яғни кімді біз бірінші орынға қоямыз, өміріміздегі сынақ сол адамнан келе береді. Кейбір келіншектер бар, ханымдар көбінесе өзінен гөрі күйеуін қатты жақсы көреді. Бұл жерде не мәселе? Күйеуінен сынақ көп келеді. Күйеуі измена жасап бастайды, күйеуі әйелін құнсыздандырып бастайды. Себебі ол бірінші орынға күйеуін қойып тұр ғой, өзін емес, Кейбір адамдар бар, әйелдер бар, баланы бірінші орынға қояды.
И сол кезде баладан сынақ көп келеді. Баласының жолы болып бастамайды. Баласының өмірде реттелмей бастайды мәселелері. Сол сияқты бірінші орында мен, екінші орында күйеу, үшінші орында бала-шаға, и төртінші орында ата-ана. Ата-ана дегеніміз не? Әрине мен үшін, мен мысалы ең бірінші Алланы қойғам, екінші ата-ана. Мысалы, мынау менің өмірімдегі нәрсе болды. Осылай мен өзімді қойдым. Ең бірінші Алланы жақсы көруім керек дедім. Екінші, жарайды, мен өмірге әкелген ата-анамды ең қатты жақсы көремін деп екінші орынға қойған болатынмын. Бірақ та бізде мына психология ғылымы бойынша міне ата-ана төртінші орында тұру керек. Біз ата-ананы өмірде жақсы көреміз, әрине, бірақ та ата-ананың иерархиясын бұзылбау үшін осы орынға қоюымыз керек екен. Одан кейін барып бесінші жұмыс. Яғни бізге Алла күнделікті ризық несібені осы жұмыс арқылы беріп жатыр. Яғни бесінші орынға біз жұмысты сол үшін қоюымыз керек. Енді алтыншы достар. Бұл жерде біз достарды да таңдауымыз керек. Ол достар бізге қаншалықты маңызды, ол достар біздің өмірімізге қаншалықты, кешіріңіздер, бұзылып кетті, қаншалықты маңызды ол достар біздің өмірімізге. Сол себепті осы достарды алтыншы орынға қоямыз. Достың да досы бар, қыздар. Достарды да өздеріңіз таңдау керексіздер. Ол адал дос па, ол сізге қиындық кезде қаншалықты көмектеседі, сіздің жаныңыздан табылады деген сияқты. Енді жетінші орынға біз Алланы қою керек екенбіз. Яғни біздің қателігіміз осы жерде кетіп жатыр да, қыздар. Енді мен өмірімде күнделікті өзімді Аллаға күнделікті аманаттауым керек. Себебі біз бұл жерде құл дәрежесіне түсуіміз керек та. Себебі мен көп мәселені өзім шешем. Біз еш нәрсе шеше алмаймыз. Бізге бүкіл ризықты беретін Алла, бүкіл өміріміздегі мәселені реттеп отыратын Алла болғандықтан, яғни біз Алланы реттеуіміз, Аллаға тапсыруымыз керек. Сол нәрсені саналарыңыз түсіну керек. Екінші, күйеуді де Аллаға тапсыру керекпіз. Үшінші, бала-шағаны да біз Аллаға тапсыру керекпіз. Аллахым, мен күйеуіме разы болғандай, сен де мен күйеуіме разы болшы. Бүгіннен бастап әрбір күйеуімнің тапқан ризық несібесі адалынан болсын деген сияқты тапсырыңыз. И бала-шағаңызда уайымдамай, көп уайымдай бермей, бала-шағаны Аллаға тапсырып үйреніңізші бүгіннен бастап. Сол кезде бала-шағаның өмірі реттеліп бастайды. Ата-ананы міндетті түрде ата-анамызды қатты уайымдаймыз. Ата-анамыз ауырмаса екен, жақсы өмір сүрсе екен, қиналмаса екен дейміз. Яғни ата-ананы да біз әсіресе әйел адамдар өзіміздің отбасымыздан кеткеннен кейін, жырақта жүргеннен кейін ата-анамызды көп уайымдаймыз. Сол себепті ата-ананы Аллаға тапсырамын. Аллахым, мен ата-анама разы болғандай, сен де менің ата-анама разы болшы. Бүгіннен бастап мен ата-анамды бір өзіңе аманаттап жүремін, күнделікті деген сияқты. Яғни жұмысымызды да Аллаға тапсырамыз. Аллахым, маған ризық несібемді сондай жаңады көркем түрде адал ас келетіндей, халал тамақ жейтіндей дейміз ба, жұмысымды да өзіңе тапсырдым. Себебі мен еш нәрсе шеше алмай жатырмын. Рекламалар қайта шығып жатыр, сол себепті үзіліп кетіп жатыр, қыздар. Одан кейін достарды да Аллаға тапсырамыз. Аллахым, менің жанымда маған жанашыр, маған бауыр болатындай жақсы досты нәсіп етші деп достарды да Аллаға тапсырамыз. Яғни осы нәрсенің барлығын біз Аллаға тапсырған кезде біздің өмірімізде міндетті түрде жеңілдік болатын болады. Осы лайфхакты міндетті түрде өмірлеріңізге қолданып бастасаңыздар, әрине шынайы жаныңыз рахаттанады, жүрегіңіз тыныш табатын болады. Бір сөзбен айтқан кезде. Егерлерде өмірлеріңізге қолданып көріңіздер, әсерін алып, нәтижесін көріп жатсаңыздар, міндетті түрде бөлісіңіздер. Жақындарыңызға, достарыңызға, туыстарыңызға, бауырларыңызға жіберіп, осы лайфхакпен бөлісіңіздер. Себебі олар да осы өмірдің заңдылығын білуге әрине міндетті деп ойлаймын. Рахмет көңіл бөліп тыңдағандарыңызға. YouTube арнама саламын, сол жақтан тереңірек ашып, әлі де осы тақырыпты ашатын боламыз. Рахмет.